Короче, достар, ақш ғалымдары осырық иісінің пайдалы екенін анықтапты. Бұл әсіресе қатерлі ісік, рак және де аты жаман аурулардан, топастық ауруынан сақтайды екен. Достар, осырықтың иісі пайдалы екен. Американдық ғалымдардың айтуы бойынша бұл жаман аурулардан, өте жаман аурулардан сақтайды екен. Американдықтар жариялаған сайтта мен қазақшаға аудардым, мен қазір сіздерге оқып беретін боламын. Бастаймын. Американдық Таймс журналында ғалымдар көп осыратын адамдар өзі мен айналасындағы адамдарды қатерлі аурулардан сақтайды екен. Осырық иісі мына ауруларды: қатерлі ісік, инсульт, инфаркт, артрит, топастық, ақыл-ес кемістіктен сақтайды, яғни соның әсерін азайтады екен. Айта кетсек, қатты осырық иісі сізді осы аурулардан аман есен алып қалады екен. Достар, мен қаншама адамдарды жаман аурулардан құтқарып қалыппын ғой, прикиньте. Мен өзімді ғана емес, айналадағы адамдарға көп пайдам тиіп жүр екен ғой, оказывается. Осы оқиғаны естіп алған журналистер ғалымдардың осы жаңалығын естіп, енді лифтіде, автобустарда осыратын кісілерге ұрысудың қажеті жоқтығын айтыпты. Мә достар, мен қанша адамдарды аман алып қалған екен ғой. Өзіммен қатар айналамдағы адамдарға қанша пайдам тигізген, оларды ауру, қатты қатерлі ісіктерден, жаман аурулардан мен аман алып қаппын ғой, былайша айтқанда. Маған рахмет айтсын олар. Достар, осы оқиғаға байланысты мен ауылда бір жағдай есіме түсті. Шын болған оқиға. Біздің ауылдағы жерлестерімнен, болмаса ауылдағы адамдардан сұрайтын болсаң, бәрі айтып береді, ол оқиғаны бәрі біледі. Ал енді бастайын. Мындай болған ғой, бізден Назира деген кісі бар. Ол кісінің 10 бала шағасы бар. Енді бәрі ұйықтамай ма түнде? Түнде ұйықтаған, қамыр жеген ба, білмеймін, макарон жеген ба, бәрі түнмен жібереді екен, жел шығарады екен, осырады екен. Сөйтіп ұйықтаған, бәрі осырып ұйықтаған, сөйтіп азанда біреу азында туыстары келеді ғой, білмеймін, жақын туыстары шай ішкісі келеді, сөйтіп спичканы жағып жүрген ғой, бабах етіп жарылып кетіпті. Бабах етіп жарылған ғой, кәдімгідей. Өздері таңғалып қалған ғой, бұх етіп жарылып кеткен. Датауы аналар сондай газға толтырып тастағанда үйдің ішінде. Енді білесіздер ғой, осырықтың иісі бұл адамнан бөлінетін типа газ бұл негізі ше. Реально оқиға, достар, мен сіздерге ешқандай анекдот айтып отқан жоқпын, бұл реально болған жағдай. Сөйтіп бабах еткен, жарылған. Бір спичканы жағып жүрген ғой. Кәдімгідей заттар ұшып взрыв болған ғой. Енді күйіп қалмаған, ондай болмаған, енді кәдімгі взрыв болған ғой. Өздерің ойлаңдар, Назира, күйеуі, 10 бала шағасы, бәрі кезекпен кезек, жел шығарып толтырған ғой үйінің ішін. Сөйтіп туысы кеп жарып жүріп отыр ғой, бір спичканы жағып. Достар, солай. Егер сіздерге видео ұнаған болса, сіздерде осындай жағдайлар болды ма, достарыңызға тіркеле кетіңіздер. Достарыңызға тіркеле кетіңіздер деп, достарыңызға тарата кетіңіз осы видеоны. Сіздерге видео ұнаған болса, сосын өз комментарийіңізді қалдырып кетіңіз астына. Осы жайлы не ойлайсыздар? Сіздерде осындай жағдайлар болды ма? Мысалы, туыстардың арасында осындай жағдайлар болды ма? Лайк баса кетіңіз, және де қазақ тілі контентті біргелікті қолдайық.